туралы отырып бір кішкене сөйлесейікші, мен сіздерге 5 минут уақыт бөлейінші. Құран туралы сөйлесейікші. Тәпсір нелердің барлығын жарайды. Құран туралы айтайықшы. Мен Құран туралы айта беремін да. Өйткені Құранның маңыздылығы, Құранның қадір қасиеті қазір байқаймын да. Көбіміздің арамызда жоғары деңгейде, лайықты, тиісті деңгейде қадірлене бермейді да. Шын айтайықшы, сұрақ қойып көрейікші өзімізге. Құран мен және сен үшін не ол? Өмірде оның қандай маңыздылығы бар сенің Құран? Сен үшін өмірде қандай маңыздылығы бар? Біз осындай сұрақты күнде өзімізге қойып көрдік па? Бір өмірде бір рет болса. Осы туралы ойналып көрдің ба? Құран мен үшін не ол? Оның қандай маңыздылығы бар мен үшін Құран деген секілді. Егер осындай ойдың ар жағында мынадай тұжырым шығатын болса, егер Құран ол тек 5 уақытта намаз оқитын сүрелердің жиынтығы деп қабылдайтын болсаң, солай түсінетін болсаң, онда Құранның қадірін тиісті білмеген деген. Тек Құранды тек қана мен 5 уақыт намазда ғана оқимын, қысқа онда да аяттарды ғана айтамын, болды деп сонымен Құран мен үшін шектеліп қалған күнделікті өмірімде басқа менімен Құранмен байланысым жоқ дейтін болса, онда сен Құранмен байланысты қайтып жаңартып көр деген сөз. Оның тиісті қадіріне жете алмай жатсың деген сөз. Ал егер жоқ, шынымен де Құранмен менің өмірімде, күнделікті тіршілігімде, ісімде, іс-әрекетімде көрініс табады Құран. Онда ол керемет. Демек Құран әрбір ісінде мен үшін пайда береді деп сондай тұжырым жасайтын болсаң, демек саған Құран оң әсер етіп жатыр деген сөз. Демек Құран саған оң әсер етіп жатыр деген сөз. Осындай нәрселерді көрейікші. Өзімізге осылай бір сұрақ қойып көрейік та. Күнделікті мен не істеп жатырмын жалпы? Құран тәпсіріне аптасына 2 рет қатысқаннан бөлек сен не істеп жатсың Құранмен деген сияқты. Біз жоғарыда айтып кеттік қой, осы Фатиханы түсіндіріп жатқан кезде мына Құранды жаттау деп қалдым мен. Сондай нәрсені айтып қалдым. Құранды жаттау мәселесіне тоқтайықшы. Құранды жаттау керек. Бәріміз білеміз. Құранның әрбір аятына сауап береді. Пайғамбар алейхиссалам хадисі бар. Оның бәрін қабылдаймыз, қолдаймыз. Оның барлығына амал етеміз. Дұрыс, ешкім оған теріс қарсы шықпайды. Құранды жаттау қазір бүкіл әлемде бар да, тек қана сенде менде емес. Бұл бүкіл практикада өте танымал Құран жаттау деген. Араб елдеріне барады. Пакистанда әсіресе бүкіл мектептен бастап бала мектепті бітіргенше Құранды толық жаттап шығады. Сондай үрдістер қалыптасып кеткен. Көптеген араб елдерінде, мұсылман елдерінде бұл нәрсе практикада өте көп Құранды жаттау. Бірақ олардың барлығы Құранның мағынасын біледі ме? Мәселе осы. Құранды жаттаймыз да, соның мағынасына үңіліп жатқан адам бар ма? Бұл бір жағынан қуанасың, дұрыс Құран жаттап жатыр, керемет, Аллахтың кәламымен байланыс жасап жатыр. Бірақ бір жағынан ойландыратын нәрсе де бар да. Құранды жаттаймыз, бірақ мағынасын білмейміз да. Бұл қалай? Неге білмейсің десең, одан неге білмейсің деп сұрайсың ғой. Араб тілі ғой, бұл сылтау емес, батып өзге тілі ғой деп айтады. Араб тілі ғой, қиын ғой. Уақытым жоқ, қоя тұршы, мына тірліктерімді істеп алайын, зейнетке шығып алайын. Біз проблема бізде араб тілінде емес та, бізде проблема не білесіз ба? Басымыздағы миымызды осылай қиын деп қойғанымызда, блок қойып қойғанымызда, Құран десе, мағынасын түсіну десе, араб тіл деген блок тұрады да, бір кедергі тұрады біздің санамызда. Соны қалыптастырып қойғанымызда, бір араб тілі алынбайтын қамал секілді қылып қойғанымызда сана сайымызда. Бұл нені білдіреді білесіз ба? Біз Құранды түсінуге аса мән бермей кеткенбіз да қазір. Оны қадірін қатты қадірлемей жатырмыз да. Құранды біздің деңгейімізде, Құранның деңгейі қандай екенін айтайын ба? Тек жаттасақ болды деп өзімізді шектеп қойғанымыз болды. Құран жаттап жатырмын ғой, болды, мен Құранмен байланыс жасап жатырмын ғой дейсің да. Ал оның мән мағынасын ары қарай кіргің келмейді да. Өйткені араб тілі деген сенде санаңда сондай бір кедергі тұр да. Мысалы, мен бұған дейін айтып өткенмін, жоғары оқу орнына түстік. Мысалы, орта мектептерін оқыдық. Балаңызға түрлі ағылшын тілін оқытасыз, орыс тілін оқытасыз, басқа тілдерді оқытасыз. Жоғары оқу орнына түсесіз. Жоғары оқу орнына түсу үшін оңай емес қазір. Ағылшын тілін тест тапсырасың, ананы тапсырасың, мынаны тапсырасың. Оған сен сертификаттар аласың. Сертификат тапсыру үшін, тест тапсыру үшін айлап, жылдап курсқа барасың. Курсқа соншалықты ақша бересің. 3 айлап, 4 айлап жылдап барып, бүкіл жиған терген малыңды, ақшаңды сарп етіп, балаңды оқыту үшін білім алсын деп қанша еңбектеген ақшаңды бәрі сол курстарына бересің, анаған бересің, білім алсын, үйтсін, жұрт қатардан қалмасын, оқуға түссін, білімді болсын дейді. Араб тілге келген кезде, ол араб тілі оқып қалады да Құран. Ол араб тіліне сен шығын шығарғың келмейді да. Араб тілін сен арнайы қатысып оқығың келмейді. Бір Құранның мән мағынасын түсіну үшін араб тілін шамалы болса ізденгің келмейді да. Араб тілі сен үшін бір алынбайтын қамал болып қалғанда. Осы араб тіліне келген кезде бәрі тоқтайды. Ал ағылшын тілі басқа курс анау десе, жоқ, оқысын, балам қатарынан қалмасын. Қазір 21 ғасыр, көп тіл білу керек, ананы білу керек, мынаны білу керек. Басқа жерлерде алдыңа жан бермейсің, жан салмайсың да. Осы нәрсе бізде қалып бара жатады, құрметті жамағат. Құранды жаттаңыз, дұрыс жаттамаңыз деп айтпаймын. Бірақ біздің алдымызда, біздің деңгейімізде Құран тек жаттаулы ғана қалып сақталып қалып тұр. Оны түсінуге кім мән бермей кеткенбіз. Құранда тадаббур деген сөз, ақыл жүгіртпей ме Құранға, ойламай ма, зер салмай ма деген етістіктер Құранда. Афала ятадаббарунал Qur'ана ам қулубухум ақфалуга. Құранға зер салмай ма, немесе олардың Құранды жүректері құлыпталып қалған ба деген тадаббур деген сөзді Құранда шамамен 44-45 рет келеді. Аллах тағала қайта-қайта айтып жатыр. Ойлан, жүгірт, ақылыңды жүгірт. Ақыл жүгірт деген сөз жаттау деген сөз емес. Оны мағынасын түсіну деген сөз. Осындай нәрсе жатыр. Енді былай қарасаңыз, Құранды жаттап жатырмыз бәріміз де. Әр уақыт намазымызды оқимыз.
қысқа сүрелерді оқимыз. Ең болмаса біз қысқа сүрелердің мәнін білуіміз керек та, біз соған ұмтылуымыз керек та. Кәусар сүресін оқып жатсын, Ықылас сүресін оқып жатсын, Фил сүресін оқып жатсын, Құрайш сүресін оқып жатсын. Ең болмаса сол білген сүрелердің мағынасын біз соған түсінуімізге ұмтылуымыз керек та. Біз Құранға деген көзқарасымызды, қатынасымызды өзгертуіміз керек та. Құран саған келіп өзгертпейді еш уақытта, сен оған қатынасыңды өзгертпейінше. Осындай нәрсе болуымыз керек та. Мен айтпаймын, бәрі қари болып кетсін, бүкіл адам өмірден өткенше Құран жаттап өтсін, бүкіл адам молда болып кетсін, бүкіл адам осы Құранды зерттеп, Құранның соңынан түсіп, бүкіл басқа ілімдердің бәрін тәрк етіп қойсын деп мен еш уақытта ондай нәрсе айтқандай емеспін, айтпаймын да. Бүкіл нәрсені істей бересің, өмір тіршілігіңді қалай күнде өмір сүріп жатсың, солай сүре бересің. Жоғары оқу орны, орта білім бәрін ала бересің. Бірақ сол күнделікті істеп жатқан ісіңде бір жерінде болса да бір 10 минут, 20 минут, жарты сағат болатын болса, уақытыңды бөліп, сол Құранға арнауың керек та. Міндетті түрде осы нәрсе қалмау керек та бізде. Ал бізде қалып кеткен да бұл. Мен тек қана Фатиха намазда оқитын қысқа сүрелерді жаттап алам, болды, сонымен шектеліп қалғанда сенің Құранның бойында. Одан артық кете алмаймыз да біз. Нәпсімізді сындыра алмаймыз да, өйткені іштегі. Нәпсімізді игере алмаймыз, бағындырып қойғанда нәпсімізді. Одан да басқа нәрселер бар да. TikTok'та сағаттап отырасың, Instagram'да сағаттап отырасың, сағаттап кино көресің, сағаттап басқа нәрселер істейсің да. Болды. Кеше Рамазан айы бітті. Рамазан айы Құран айы деп қақсадық. Сол 30 күн Рамазан айы Құранды бәріміз тәрк етіп қойдық та. 30 күн как будто сол Құран сол 30 күнмен ғана шектеліп қалғанда бізде. Басқа уақытта Құранды ұстамайсың да. 11 ай бойы. Сондықтан Құранмен қатынасымызды біз өзгертуіміз керек. Құранды тек қана жаттау деңгейінде қалып кетпеу керек. Оның мән мағынасын түсіну керек. Оның мән мағынасын түсіну үшін аздан кешке дейін мешітте отыру шарт емес. Күнде жарты сағат, 1 сағат уақыт бөлсең жеткілікті. Кітап ашып оқисыз ба, басқа лекция тыңдайсыз ба, басқа нәрсе тыңдайсыз ба? Іздене беріңіз. Ізденуді тоқтатпау керек, а басқа бір ілімде қоса ала беріңіз. Осындай біз ізденетін үмбет болатын болсақ, осындай біз пайғамбар алейхиссалам соңынан жүрген иқра деген сөзге амал ететін болсақ, осы Құранның мән мағынасын түсінетін болсақ, құрметті жамағат, онда не өзгереді білесіз ба? Ол кезде адам өзгереді. Құран әсте-әсте өзгертеді адамды. Сіз Құранның мән мағынасын түсінетін болсаңыз, мына қысқа сүрелер деп жатырмын ғой, қысқа сүрелерді жайлап мән мағынасын түсінетін болсаңыз, мен сізге сеніммен айта аламын 100%. Сол мән мағынасын түсінетін, кішкентай қысқа сүрелердің мәнін түсінетін болсаңыз, сіз одан ары қызығып басқа да сүрелерді түсінуге ұмтыласыз. Өйткені солай Құран тартып қояды адам. Сөйтіп басқа аяттардың мәнісін түсінесіз. Бір күнде бір аяттың мәнін түсініңіз, болды, сізге жеткілікті сол. Адам осылай мақсат қою керек. Бір күнде мен бір аяттың мәнін түсінемін, 360 күнде бір жылда 360 аяттың мәнін түсінесіз, мағынасын түсінесіз. Не деген керемет бір жылда. Осылай мақсат қойып, күнде бір аяттың мәнін түсінемін деп қойсаңыз, әсте-әсте сіз өзгересіз. Бір күні байқамай қаласыз, денеңізде, өзіңіздің негізгі күнделікті өміріңізде Құран сізге оңды ықпал етіп жатқан. Дәл осылай істейтін болса, мен, сен әрқайсымыз осылай күнделікті өмірімізде Құранмен байланысымызды жаңартып, жақсартып, осылай өзімізді өзгертетін болсақ, ертең біздің отбасымыз өзгереді. Біздің өсіп жатқан бала шағамыз өзгереді. Біздің айналамыздағы туған туыстарымыз бізге қарап бой түзейді. Біздің айналамызда туған достарымыз, басқа нәрсе бәрі өйстіп, әр адам осылай Құранға деген қарым-қатынасын басқа жағынан, жақсы жағынан қарап өзгертетін болса, бүкіл қоғам өзгереді да. Бүкіл қоғам өзгереді. Ол қоғам өзгерді деген сөз барлығы ислам шариғатымен жүріп кетті деген сөз емес. Құран тек қана басқа паранжа киіп, бетіңді бүркеп, сақал өсірумен шектелмейді. Құран ол өмір сүру, әдеп ғұрпын, дәстүрін, өмір сүрудің құндылықтарын үйретеді. Ал сен Құранмен өмір сүретін болсаң, еш уақытта біреудің ақысын жемейсің, ата-анаңа еш уақытта жаман сөз сөйлемейсің, туған туыстарыңа еш уақытта жаман нәрсе айтпайсың, көршіңмен жақсы тату боласың, біреудің ақысын жемейсің, жетімнің жесірдің ақысын жемейсің, тараздан жемейсің, сөйлеген сөзінде әділ боласың, біреуге өтірік айтпайсың, біреуді балағаттамайсың. Бүкіл өмірде не жамандық қасиеттер бар, барлығын Құраннан аласың да сол бойынша өмір сүресің. Құранмен өмір сүру деген сөз осы. Осылай сүретін болсаң, сені ол Құран міндетті түрде өзгертеді. Ал сен өзгеретін болсаң, айналадағы адамдар өзгереді. Айналадағы адамдар өзгеретін болса, бүкіл Мұхаммед пайғамбардың үмметі өзгереді. Бүкіл Мұхаммед пайғамбардың үмметі өзгеретін болса, ислам қайтып ортаға келеді. Рамазан аль-Бути деген кісі, біз батыстан артта қалған жоқпыз, біз исламнан артта қалдық деген сөздің мәні осында жатыр да. Біз технология дамытып, мұсылман елдері артта қалған жоқ. Біз исламнан артта қалып қойдық. Исламды осындай деңгейде қолданамай жатырмыз да. Өмірімізде исламды мұсылманбыз деп айтамыз, сол исламды өмірімізде көрсете алмай жатырмыз іс жүзінде. Содан артта қалып қойдық. Сен осылай Құранмен жүретін болсаң, сен осы әрбір нәрсеңді істейтін болсаң, Құранды бойыңа сіңдіретін болсаң, көшеге шыққан кезде бір жаман нәрсе істейтін болсаң, есіңе түседі. Құранда Аллах тағала бұлай тыйған ғой, мен бұлай істемеуім керек. Сен солай ойлайсың. Ана бір адам сөйтеді де, ол да сөйтіп ойлайды, ол да жамандық істемейді. Сөйтіп әр адам сөйтіп Құранмен жүріп жүретін болса, қоғам солай ғана түзеле бастайды да. Сөйтіп сырттағы күнә істейтін адам сенің ағып бара жатқан ағыс қоғамдағы адамдардың көзқарасы дұрысталғаннан кейін басқа теріс көзқарастағының бәрі осы қоғамға қарап бой түзей бастайды да. Осындай нәрселерді біз тәрк етіп, осындай нәрселерге біз ұмтылуымыз керек. Мұсылман үмметі қазір бізге осылар жетпей жатыр да. Құранды жаттау деңгейіне ғана қалыптастырып қалғанбыз. Мен осы нәрсені сіздермен айтпақшы. Осы нәрсемен бөліскім келеді. Сондықтан Құранға деген көзқарасымызды, Құранға деген зер салу жұмысымызды жаңартып отыруымыз керек әрдайым.
Құран деген бірден өзгертіп жібермейді адамды. Ол әсте-әсте өзгертеді. Құранды бір түсінесің, екі түсінесің, іргетас сияқты жайлап бірін үстіне бірі қаланады. Бір күн қарасаңыз, сол сізге нәтиже береді. Сол сіздің бойыңыздағы мінез құлқыңызды бәрін өзгертеді. Қарап отырыңыз. Өйткені Аллах тағала өзі уәде берген да. Хада сирати мустақим. Мынау менің тура жолым деп айтқан Аллах тағала. Ал Аллах тағаланың тура жолына түсетін адам еш уақыт адаспайды.